Бізде сіздер жазып комментарий қалдыра алмайсыздар, сондықтан да мен тоқтамай өзім сөйлеуге тура келеді. Ең соңында сұрақтарға жауап беретін боламын. Қандай сұрақтар бар, технически не жасалмай жатсыздар, соның барлығына жауап беретін боламын. Олай болса бастаймыз. Ең бірінші өзімді таныстырып өтейін. Менің есімім Мейірман Төленбай, жасым 25-те. Қызылорда облысының тумасымын. Қазір таңда Алматыда 6-7 жылдан бері бизнеспен айналысамын. Соңғы 2-2,5 жылдықта шетелде өмір сүріп жатырмын, әлемді саяхаттаймын. Қалаған жерде әлемнің кез келген нүктесінде отырып бизнес жасауға мүмкіндік бар. Не үшін? Өйткені онлайн бизнес, заманауи инструменттер қазір өте көп мүмкіндікті беріп жатыр. Енді оған адамдар сенетін адамдар бар, сенбейтін адамдар бар. Ол нәрсе өтірік лохотрон деп ойлайтын адамдар бар. Әркімнің өзінің түсінігі әртүрлі, бірақ осы нәрсемен, онлайн бизнеспен, криптовалютамен, MLM бизнеспен оп-оңай, ешқандай қиындықсыз, аз вложениемен бизнес жасауға болады. Мен солай табыс табамын, солай адамдарға табыс табуды үйретіп жатырмын. Көп мыңдаған адамдарға табыс табуды үйреттім. Қаншама адамдар табыс тауып өзінің өмірін өзгертіп жатыр. Оның барлығы әркімнің өзінің желаниясына байланысты. Қазір сіздерге беретін ақпарат бұл криптовалютаға байланысты және де партнерская программа. Binance биржасы бұл әлемдегі номер 1 биржа. Кез келген криптовалютаны бастайтын адам, кез келген криптовалютаны обучение қатысқан адам, немесе кез келген компанияға, кез келген сетевой компания криптовалюталық проектқа кіретін адам ең бірінші Binance биржасына регистрация жасайды. Ең бірінші Binance биржасы арқылы криптовалюта сатып алады, сол жерден сатады. Яғни бұл криптовалютаның ең түпкі, ең бірінші этабы. Binance биржасы әлемде биржалардың ішінде криптовалютаға ең бірінші орында тұрады. Ең бірінші орында. Сол үшін де бұл хайп компания сияқты емес, немесе өтірік бір компания емес, бұл шынайы, кәдімгі шынайы компания. Және де криптовалюта қазір біздің мемлекетімізде жақсы қолдау жасалып жатыр, жақсы дамып жатыр. Президентіміз Тоқаев, Қасым-Жомарт Тоқаев криптовалюта бойынша өте көп іс-әрекеттер жасап жатыр. Binance биржасының основателімен осыдан 2 ай бұрын кездесті. Қазақстанға келіп, Binance биржасының основателі Тоқаевпен кездесіп, өзара келісімшарттар жасады. Содан кейін Binance биржасы қазақстандық азаматтарды арнайы жеке обучение өткізіп, білім беріп бастап жатыр. Қазақша, орысша күнделікті Binance биржасынан обучениялар бар. Бұл дегеніміз, бұл индустрияны зерттеу керек, қарау керек деген сөз. Ең бірінші адам бір нәрсе ұсынған кезде, жаңа нәрсені естіген кезде, ең бірінші оның қабылдайтын реакциясы қорқыныш, ол қалыпты жағдай. Бірақ именно қай жерде қорқыныш бар, сол жерде ақша бар, сол жерде табыс бар. Сол үшін де егер де осындай бір жаңалықтар келетін болса, бірінші негативтен бұрын позитив, пайдалы жағын қарауға тырысу керек. Өйткені егер де ол адам сізге ақпарат беріп жатқан адам, табыс тапқан адам болатын болса, сізден қарағанда жақсы өмір сүретін болса, немесе белгілі бір жетістікке жеткен адам болатын болса, оның сөзін тыңдау керек. Біз не істейміз? Айдаладағы көршіміздің, айдаладағы біреудің вообще бизнесқа қатысы жоқ, вообще ештеңе білмейтін адам сөзін тыңдаймыз. Ол адам айтады сізге: ой, лохотрон, өтірік бәрі, зачем оған сеніп, немесе сені алдап кетеді дейді. Хотя ол адам өмірлік жағдайына қарайтын болсаң, ештеңе өзгермеген. Сол үшін де егер дамимын дейтін болсаңыздар, ақша табамын дейтін болсаңыздар, кім сізден қарағанда көбірек табыс табады, кім сізден қарағанда жақсырақ өмір сүреді, кім сізден қарағанда көп іс-әрекет жасайды, соның сөзін тыңдау керек. Как-никак ол сізден қарағанда жоғары деңгейде тұр. Сол үшін енді Binance биржасына қайтадан келетін болсақ, Binance биржасы осындай конкурстар, әртүрлі розыгрыштар көп ойнатып жатады. Яғни көп сыйлықтар беріп жатады. Оның барлығы не үшін? Реклама жасау үшін. Реклама үшін. Бірақ дәл осындай тегін $5 және де $250 табатын мүмкіндікті мен соңғы 2 жылда көрген жоқпын. Оның алдында болған, бірақ мен ол кезде ол мүмкіндікті пайдалана алған жоқпын. Ал қазір осындай керемет мүмкіндік беріп жатыр, именно біздің қазақстандықтарға арналып. Өйткені жаңа айтып өттім, қазір Қазақстанда именно Binance биржасын дамыту өте жақсы жүріп жатыр. Егер білетін болсаңыздар, Қазақстан майнинг бойынша әлемнің 2-ші орында алады криптовалютада. Қазақстанның криптовалютаға әсері өте үлкен. Алдында Алматыда болған көтерілісте биткойнның бағасы құлады. Яғни біздің Қазақстанда интернет болған жоқ. Соның өзі бүкіл криптовалютаның рыногына әсер етті. Ал біздің қазақстандықтар, біздің азаматтар, ол әлі лохотрон, өтірік деп жүр, өкінішке орай. Негізі именно осы направлениені зерттеп, білім алып, осы арқылы табыс табуды іздестіруге сіздерге кеңес беремін.
Енді не үшін Binance биржасы бізге $5 тегіннен тегін беріп жатыр? Не үшін деген сұрақ барлықтарыңызды мазалаған шығар. Не деген батпан құйрық деген бір қазақтың маған жақпайтын бір сөзі бар, жек көретін сөзім бар, батпан құйрық деген сөзі. Өкінішке орай сондай нәрселер болып тұрады, бірақ ол нәрсеге сенетін адам бар, сенбейтін адам бар. Не үшін Binance биржасы бізге $5 беріп жатыр? Қазір кез келген компания, кез келген проект, кез келген нәрсе рекламаны қажет етеді. Любой сіз бизнес ашсаңыз, реклама керек сізге. Қазір рекламаның түрлері бар, блогерге реклама беру, телевизордан көретін рекламалар бар, ютубты көріп бастаған кезде көрілетін реклама бар, одан кейін инстаграмдағы таргет бар, көшедегі баннер бар, рекламаның түрлері көп. Бірақ соңғы уақытта маркетологтар зерттей келе адамдарға қай реклама өтетінін анықтап шықты. Адамдарға живой адам, таныс адам, пример алған адам айтса тезірек өтеді. Чем көшеден көрген рекламадан қарағанда. Өйткені айналамыздың бәрі реклама. Біз тіпті рекламаны көргіміз келмейді. ютубта бір видео бастаған кезде, реклама шыққан кезде сіздер не істейсіздер? Оның не айтып жатқанына қарамайсыздар. Сіздер просто пропустить деген кнопканы күтіп отырасыздар. Таргеттен реклама шықты ма, 1 секундтан бастап сіздер ол рекламаны көрмейсіздер. Өйткені уже рекламаға тойғансыздар. Бірақ сіздерге танысыңыз, танитын адам, белгілі бір адам, мен мына киімді алдым, мына киім маған ұнады, материал жақсы екен, осыны киіп көріңіз дейтін болса, біз сол адамның сөзіне сенеміз, біз сол продуктын сатып аламыз. Мысал ретінде кір жуатын тайт бар, тайт па қандай өзі, порошок бар. Егер де сіз рекламадан көріп жүрсіз, күшті мақтап жатыр, сізді көршіңіз келді да, ойда тайт деген жолама, жаман екен, киімнің бәрін бытшын шығар дейтін болса, сіз одан кейін ол тайтты алмайсыз. Не үшін? Өйткені живой пример сізге адам ол нәрсенің негатив немесе оның минусын айтты. Егер сізге мақтайтын болса, сіздің ойыңыз 180 градусқа өзгереді. Өйткені ол адамға сіз сенесіз. Тура солай қазір көп компаниялар партнерлық программаны қолданып отыр. Адамдар өзі қосылса, немесе өзі сол продуктын алса, өзі пайдаланып көрсе, пайдасын алса, оны біреуге ақпарат беру арқылы, осы кеңес беру арқылы өзінің табысын таба алады. Мысалы, сіз iPhone сатып алдыңыз, iPhone 13 сатып алдыңыз, ол iPhone 13-тің керемет екенін көрдіңіз, камерасы күшті екенін көрдіңіз, содан кейін досыңызға мақтадыңыз. Досыңыз сіздің мақтаған үшін барып iPhone сатып алды. Сізге Apple компаниясы ақша төлей ма, төлемей ма? Төлемейді. Өйткені партнерлық программа жоқ. Ал Binance биржасы осындай партнерлық программаны қосқан. Яғни қазір Binance биржасына регистрация жасап, оплата жасаған адам өзі $5 алды ма, яғни ол өзінің танысына осыны ұсына алады. Ол досы, осы сіздің досыңыз сіз арқылы тіркелетін болса, онда оған компания $5 береді. Не үшін? Өйткені ол таргетке, рекламаға, баннерге ақша жоғалтып жатқан жоқ. Ақшаны лучше адамдарға берейік. Саған да пайдалы, компанияға пайдалы, сіздің досыңызға пайдалы, бәріне пайдалы. Солай рекламаға бөлінген бюджетті халыққа беріп жатыр. Жақсы емес па? Сіздер өздеріңіз біріншіден пайда таптыңыздар, осыны адамға бөлістіңіз. Бөліскеніңіз үшін сізге ақша төлейді. Вот осы үшін $5 сыйлыққа беріліп жатыр. Көп адамдар түсінбей жатқан шығар, қаяқтан ақша беріп жатыр, Мейірман маған 2,5 теңге Каспийма бере ма деп. Көп адамдар сұрайды маған, сразу Каспий номерін жазып жүрген адамдар бар, осы номерге 2,5 теңге салып жіберіңіз дейді. До того адамдардың ойы, мышлениесіне кейде таң қаласың. Бірақ ол нормальный нәрсе. Енді ол ақшаны қалай аламыз? Binance биржасына регистрация жасайсыздар, верификациядан өтесіздер, өткеніңіз үшін сізге $5 сыйлыққа береді. Ол $5-ды сіздер конкурс аяқталған кезде шығара аласыздар. 9 сентябрь бізде 2 күн уақыт қалды. Сіздер мына жерде отырған 30 адам, сіздердің $250 немесе одан да көп табыс табатын тегіннен тегін 2 күн ғана уақыттарыңыз қалды. Одан кейін бұл конкурс раздача аяқталады. Регистрация, верификация жасауға сіздің 5-10 минут уақытыңыз ғана кетеді. Сізден жасау керек нәрсе менің телеграм каналыма кіріп, сол жердегі жазылған хабарламаны ерінбей оқу. Көп адамдар мен байқадым оқымайды екен. Кіреді, қаяқтан маған 2,5 теңге түседі деп қарап отырады болды. Сіздер сообщениені кірдіңіздер, каналға кірдіңіздер, мен айтып жатқан әрбір сөзді оқыңыздар, видеоларды тыңдаңыздар, жоғары қарай көтер деп айтылған, жоғары қарай көтересіздер. Сол жерде бірінші сообщение бар, бірінші видео бар. Ол жерде ютубта түсіндірілген продающий видео. Ол видеоны не үшін жасадым? Ол видео сіздер регистрация жасағаннан кейін сізде танысыңызға ақпарат беріп табыс табу үшін. Сізге ештеңе ойлап табудың қажеті жоқ, сізге велосипед ойлап табудың қажеті жоқ. Сізге
вообще басыңызды ауыртып қажет емес. Регистрация жасаңыз, мен жіберген шаблондарды алыңыздар, көшіріп алыңыздар да сол жерде маңызы өте маңызды, өзіңіздің рефералды сілтемеңізді қойыңыз. Соны просто так рассылка, WhatsApp, танысыңызға, группаларға, туысқандарың, ағаларыңызға, інілеріңізге бәріне таратыңыздар. Олар да $5 алсын, эгоист болмаңыздар. Оларға да мүмкіндік жіберіңіздер, олар да табыс тапсын. Қайдан білесің, может, оған көп ақша или там срочно ақша керек шығар. Вот, регистрация жасайсыздар, верификация өтесіздер, $5 аласыздар. Оны қалай істеу керек деген мен қазір айтпаймын, оның қалай істеу керек деген видеосын мен дайындап қойғам. Бұл бүкіл процесс автоматизация жасалған. Сіздердің жұмыстарыңыз тіркелу, ссылканы алу, шаблондағы сообщениені өзгерту, сөйтіп рассылка жіберу. Қалай рассылка жіберу керек WhatsApp'та, оның да видеосын дайындап қойғам. Енді мен адам жоқ, танысым жоқ, кімге жіберем дейтін адамдар да бар. Ол нормальный нәрсе, қалыпты жағдай. И мына жерде отырған адамның 90% сөйтіп ойлайды. Естеріңізге түсірейін, сіздердің қандай таныстарыңыз бар. Любой есі дұрыс адам болатын болса, нормальный адам болатын болса, оның кемінде 150-200 танысы бар. По-любому. Қалай дейтін болсаңыздар, сіздің класстастарыңыз қанша? 20 класстасыңыз бар. Параллельный класста 20 шақты адам бар. Студент болсаңыз, студент достарыңыз бар. Параллельный группа бар. Туысқандарыңыз бар, нағашыларыңыз бар, бөлелеріңіз бар. Туған күнде танысқан адамдар бар. Тусовкада танысқан адамдар бар. Бәрін қосқан кезде 200-300 адам шығады. Оларға ештеңе төлеп қажет емес. Сізге ешқандай ақша шығарып қажет емес. Просто дайын шаблонды жіберіңіз болды. Ішінен кемінде 50 адам шығатын болса, сіз $250 табыс табасыз. 120 мың теңге табыс. 2-3 күннің ішінде, бір-ақ күнде жасауға болады. Мен чатта адамдар бар, бір-ақ күнде жасап жатыр. 50 адаммен шектеліп отқан жоқ. 60-70 адамға ақпарат беріп отқан адамдар бар. Өйткені олар түсінді. Не үшін жасап отқанын, не үшін жасау керектігін түсінді. Сол үшін жасап жатыр. Ал бір адамдар бар, дым түсінген жоқпын, ештеңе білмеймін, негативін шашып отыратын адамдар бар. Негативпен өмір сүре беріңіз. Одан менің өмірімде ештеңе өзгермейді, немесе басқа адамның ештеңесі өзгермейді. Просто қалай өмір сүрдіңіз, солай өмір сүре бересіз. Енді түсінікті деген ойдамын, иә? Просто салыстырмалы түрде салыстырып қараңыздар. Бұл возможность, бұл мүмкіндік уақыт бойынша шектеулі. 2 күннен соң аяқталады. Ойлап қараңыздар, сіз осы уақытқа дейін жұмыс жасадыңыз, немесе сіз студентсіз, немесе сіз ешқандай жұмыс жасап отқан жоқсыз. Айналаңызға қараңыз. Кез келген жұмыс жасайтын адам, таныстарыңыздың орташа айлығы қанша? 120-100 мың теңге, 60-70 мың теңгеге жұмыс жасайтын адамдар бар. Жарайды, ең күшті болды деген өзіне 150 мың теңге айлығы алады. Үйті оны қандай еңбекпен қалай алатын білесіздер. Аптасына 7 күн, 6 күн, таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейін ат құсап жұмыс жасайды. Үйті сөйтіп, бір айдың ішінде 150 мың теңге алады. Ол ақша сіздің қарызыңызды жаппайды, сіз ақша, ол сіздің кредитіңіз жаппайды, ол сіздің ақша продукцияңыз жетпейді, ол ақшаңыз сіздің даже киім алуыңызға, артық қыдыруыңызға жетпейді. Салыстырып қараңыздар, 2 мүмкіндік бар. Біреу 2 күннің ішінде жаңа WhatsApp-тан тұрған мүмкіндік, бесплатно, өте оңай, бәрі дайын, бәрі готов, соны жасаңыздар. Сылтау іздемес бұрын соны қалай жасаймын деген сұрақ қойыңыздар. Егер жасау ұнайтын болса, соңғы конечный итог ұнайтын болса жасаңыздар. Просто нәтижесі қандай? 2 күннің ішінде 120 мың теңге табыс табу. Или бір ай пақайт ету, ето 120 мың теңге аласыз ма, оны білмеймін мен точно. Разница қайсысы? Қайсының сізге нәтижесі ұнайды, соны жасаңыз. Қолыңызды балғамен ұрдыңыз. Қолыңыз ауырды, ұнаса тағы да ұрыңыз, ұнамаса жасамаңыз. Просто салыстырып қарау керек. Енді сіздерге түсінікті ғой, сіздер не істейсіздер? Регистрация жасайсыздар. Просто мен ол нәрсені не үшін қайталап жатырмын? Басқа істейтін нәрсе жоқ бұл жерде. Осы нәрсе ғана істеу керек болды. Соны да жасамай жатқан адамдар өте көп. Регистрация жасайсыздар, міндетті түрде верификацияны өтесіздер. Жасыңыз 18-де болу керек. Сіз $5 еленесіз. Одан кейін рефералды сілтемеңізді аласыз да адамдарға таратасыз. Әрбір тіркелген адамнан бұл жерде қатып қалған 50 адам деген нәрсе жоқ. 10 адам тіркедіңіз ба, 10 адам ақпарат бердіңіз ба, 10 адам регистрация жасады ма, $50 аласыз, 25 мың теңге. Просто көбейтіңіз. 20 адам бола ма, $100, $50, $100. 50 адам болған кезде $250. Мен сіздерге пример айтайын, менің рефералды сілтемем арқылы 250 адамнан көп тіркелді. Ойлаңыздар, қанша табыс. Ол нәрсені любой адам жасай алады.
Енді ең қызық нәрсені айтайын сіздерге. Бұл $5 $250 ол әшейін нәрсе. Ол уақыты бітеді ертең. Ол нәрсемен сіздер бай болып кетпейсіздер. Ол нәрсемен сіздердің өмірлеріңіз прям қатты өзгермейді. Ең қызық нәрсе келесі мен айтатын әңгімеде болады. Сіздер 250 көбінесе бизнес бастайтын кезде сіздерге не керек? Ақша керек. Сізге опыт керек. Егер сізде ақша да опыт жоқ болатын болса, сізге аз вложениемен жасап бастайтын и сізге үйрететін адам керек. Сіздер бұл $250 алғаннан кейін екі түрлі типтің адамдар бар. Біріншісі, үш түрлі тип бар. Біріншісі просто регистрация жасады, $5 алды, өзін ана жерін диваннан көтергісі келмейді, жалқау, просто ештеңе істегісі келмейді, болды, ары қарай тыңдаған жоқ, қараған жоқ. Дальше кетті. Екінші типті адамдар бар. Әйтеуір табыс тапқысы келеді, бірінші жасағысы келеді, $250 тапқысы келетін адамдар бар. Олар не істеді? Алды, мен айтқан нәрсені жасады, эфирға қатысты, зерттеді, реферал сілтемесін алды, адамдарға таратты. $250 тапты. И все. Соған риза, соған мәз, соған все, ары қарай дальше қалай өмір сүреді, сол өміріне қайтадан кететін адамдар бар. Либо үшінші типтегі адамдар бар. Олар осы тапқан табыс арқылы соны көбейтіп, менің алып жатқан, менің беріп жатқан білім арқылы, мен беріп жатқан инструменттер арқылы одан да көп табыс табу. $1000, $2000, $5000 дейін табыс табу мүмкіндігімен танысу, сонымен айналысып көру. Таңдау өздеріңізде. Әркімнің таңдауына қарай, әркімнің өмір сүру деңгейі әртүрлі болады. Яғни осы эфир аяқталғаннан кейін мен қазір эфирдан кейін ключевой сөзді айтамын. Қазір міндетті түрде ключевой сөзді бір жерге жазып алыңыздар, немесе есіңізде сақтап алыңыздар. Мен эфир сайын өзімнің ключевой сөзімді айтамын. Ол сөз мына сөз: мен $250 да көп табыс тапқым келеді. Осы сөзді мен аккаунт қалдырамын, сол аккаунтқа жазасыздар. Одан кейін ол адамдары не алады? Ол адамдар ертең бұл конкурс аяқталғаннан кейін бұл $250 қалай біздің кәдімгі теңгемізге айырбастау керек. Яғни Binance биржасы арқылы P2P торговля жасап, криптовалюта сатып алуды, оны қайтадан сатуды мен воркшоп жасайтын боламын. Яғни ол жерде мен сіздерге прямой, живой пример ретінде көрсетемін. Ол адамдармен жеке жұмыс жасаймын, сұрақтарына жеке жауап беремін. Ол жерге кез келген адам қосыла алмайды, кез келген адам ол нәрсеге бара алмайды. Өйткені жаңа айттым ғой, әркімнің мышлениясы, әркімнің таңдауы әртүрлі. Оны істейтін адамдар бар, істемейтін адамдар бар. Мен өзім таңдап аламын, орын саны шектеулі. Сол сөзді жазғаннан кейін ол адамдарға мен алғашқы крипто сатып алуды, крипто сатуды үйретемін, тегін, ешқандай ақша қажет емес. Одан кейін болашақта егер де капиталыңыз болатын болса, қандай монета сатып алу керек, сол бойынша сіздерге кеңес беремін. Сол монеталарды сатып алып, ары қарай анализ жасап, былайша айтқан кезде сіздердің криптовалюта бойынша бастапқы этаптарыңызды жасап беретін боламын. Орын саны Сұрақ қойсам болады ма? Болады. 5-6 аккаунтпен жұмыс жасай беруге болады ма Binance арқылы? Жақсы, көп рахмет, орынды сұрақ. Сұрақтарымызды давайте соңында қояйық. Сұрақ қоюға мен уақыт беремін. Мына сұраққа жауап беріп кетейік. Екі аккаунтпен жасауға бола ма? Регистрация бір адам, ол жерде верификацияны өтетін болғандықтан, бір адам өмірінде бір-ақ рет тіркеле алады Binance биржасына. Одан кейін сіз номермен тіркелсеңіз де, басқа номер ашсаңыз, аккаунт ашсаңыз да, верификация өткен кезде, сіздің түріңізді тексерген кезде, сіздің түріңізді қабылдамайды, өйткені сіз уже барсыз. Бірақ жаңағыдай мен нақты точно білмей тұрмын, бір ақпаратты 50 адамнан көп тіркелетін болса не болатынын мен нақты айта алмаймын. Мен сонда да егер де одан да көп информация берем дейтін болсаңыздар, онда үйде мысалы мамаңыз бар, папаңыз бар, ініңіз бар, 18 толған адам болатын болса, өзіңізге 50 адам толып қалса, басқа адаммен жасай беріңіз. Мен өзім өз аккаунтымда шамамен 150 адам өз аккаунтыма тіркеліп қойды, осы именно осы программа бойынша. Одан бөлек екі аккаунтым уже 100-ден уже тіркеліп қойған. Қалай болады мен өзім білмеймін. Енді сіз 50 адам жасап жатсаңыз, әрине керемет жетістік, одан асып жатса, онда маған хабарласыңыз жеке өзіме. Енді жаңа не айтып жатыр едім, мен сол адамдардан, регистр жасаған адамдардан именно маған скрин жіберу керек.
чтобы ол адамдарға ақпарат беріп жатыр, $250 тапқысы келетіндей желаниясы бар екенін маған доказать етіп, маған жіберу керек, скрин жіберу керек. Ол адамдарға мен жеке жаңа воркшоп жасап көрсететін боламын. Одан кейін бұл конкурс аяқталғаннан кейін менің қазір одан да көп табыс тауып жатқан направлением, бизнесім немесе инструмент компаниям бар. Партнерлық программа, сразу айтайын, партнерлық программа, тоже продажа. Сол арқылы қалай 1000, 2000, 5000 доллар табуға болатындығын возможность көрсетемін. Көп ақша вложение қажет емес. Ол жайында мен оландарға бөлек сөйлесетін боламын. Жеке өзім оландармен жұмыс жасаймын, жеке үйретемін, полностью біздің профи деп аталатын командаға қосылады. Ол жақта күнделікті обучение, криптовалюта бойынша продажа, жалпы бизнес бойынша обучение, тусовка, енді ол жақта бөлек әлемге қосылатын боласыздар. Бұл сіздердің көріп жатқан жай ғана бірінші айсбергтің тек қана ұшы ғана. Одан бөлек оның астында өте көп нәрсе бар. Біздің команда мүшелері менің командама қосылып табыс тауып бизнеспен айналысатын болсаңыздар, мен өзім жылына 2 рет шетелге барып обучение өтемін, тренингтерге қатысамын. Әлемдік деңгейдегі, СНГ деңгейіндегі, әлемдік деңгейдегі тренерлардың обучениесіне қатысамын. Ол жақта 5 жұлдызды қонақ үй, полностью барлығы тегін, демалу, тренинг, путешествие, тусовка бәрі болады. Білім алу барлығы болады. Ондай да мен жасайтын нәрселер бар. Оның барлығын менің инстаграмға кіріп көре аласыздар. Менің инстаграмды көрсеңіздер, Мейірман Төленбай деген кім, қандай адам, неге бұл бізге ақыл айтып отыр, неге бұл бізге инструмент көрсетіп отыр деген сұрақ болатын болса, мені просто инстаграмды, ютубымды көріп шықсаңыздар болады. Қандай нәтижеге жеткем, қандай адам, қандай өмір сүретінді көрсеңіздер болады. Егер сомнение болатын болса. Енді өз-өздеріңізге уверенный болсаңыздар, жасаймын дейтін болсаңыздар, бұл жерде мен сіздерге кірпіш арқала деп отқан жоқпын, жер қазы деп отқан жоқпын, күннің астында жүр деп отқан жоқпын. Просто интернет, телефон, онлайн сізге жетеді, желание керек. Мен айтқан нәрсені жасайтын болсаңыздар, әрине ертең таңертең ұйқыңыздан оянып миллионер болып туылмайсыздар, немесе миллионер болып оянбайсыздар. Просто мен сіздерге өзім жеткен нәтижені, мен өзім жасап жатқан нәрсені көрсете аламын. Мен де осы жерде отқан көп адамдардың историясы сияқты, көп адамдардың өткен өмір сияқты, қарапайым отбасынан шыққан адам, мен миллионердің, байдың баласы емеспін, ауылдан өскенмін, Сунақата деген ауылда туылып өскем, бірақ қазіргі таңда мүлдем басқаша өмір сүріп жатырмын. Ол нәрсені любой адам жасай алады. Оған ешкімнің кедергісі жоқ. Просто любой адамның потенциалы бар ондай нәрсені жасауға. Просто көп адамдар айтамын ғой, сенбейді, просто сенбейді. Өзіне сенбейді, біреуге сенбейді, айналасындағы мүмкіндікке сенбейді. Бәрі өтірік, бәрі лақатар болып көрінеді көзіне. Енді ондай адам, егер сіздің ойыңызда ондай нәрсе болатын болса, срочно бір нәрсе жасау керек, либо өзіңіз дамыту керек, кітап оқу керек, жан-жақты қарастыру керек. Бұл нәрсені емдеу керек. Бұл кедей адамның мышлениясы. Ондай мышлениямен Қазақстанда қанша миллион адам өмір сүріп жатыр. Сол үшін де олардың өмірі сондай. Сол үшін де менің өмірім сондай. Сол үшін де сіздің өміріңіз сондай. Разница тек қана әркімнің өзінің қабылдау мышлениясы мен жасаған таңдауына ғана байланысты. Таңдау, всегда таңдау. Бұл эфирдің ары қарай не істейсіздер, өздеріңіз білесіздер. Ол сіздің таңдауыңыз. Одан менің өмірім өзгермейді, менің одан ештеңем кетпейді. Сіз болсаңыз да, болмасаңыз да жақсы өмір сүріп жатырмыз. Сіз болмасаңыз да, болсаңыз да бұл бизнес жасай береміз. Мен енді ауыр қатты айтуым мүмкін, бірақ ол нормальный нәрсе. Өйткені қазір подхалим жасап, продажаны қолданып, анау деп олай жасайтын адамдар бар. Олай жасаудың қажеті жоқ. Зачем? Просто по факту айту керек. Түсінетін адам түсінбейді, түсінбейтін адам кім жаман, Мейірман жаман деп жек көреді, болды. Вот солай. Енді кімде қандай сұрақ бар, мен айтып болдым. Сіздер қандай этаптан өту керексіздер, өткеннен кейін қай жаққа барасыздар, оның барлығын түсіндіріп көрсеттім. Ключевой сөзді білесіздер. Эфир аяқталған соң ключевой сөзді сіздерге маған жазыңыздар. Ары қарай сосын сіздер чатқа даует етемін, ары қарай бірге жұмыс жасаймыз. Бүгін кешке тағы эфир болады. Егер де жұмыс жасаймын дейтін болсаңыздар, ақпарат беремін дейтін болсаңыздар, бүгін кешке дейін уақыттарыңызды жоғалтпай, барынша рассылка жіберіңіздер. Одан кейін любой адам сұрағы болады, түсінбеген жері болады. Олар үшін де мен жауап беремін. Сіз үшін мен жұмыс жасап жатырмын қазір. Кешке эфирға шақырыңыз, просто эфирға қатыссын, ол да түсінсін. Барлығы сіздер үшін система барлығы дайын. Түсінікті ғой. $250 табу үшін не істеу керек? Не обязательно 50 адам тіркеу. Қанша адам жасай аласыз, қанша адамға мүмкіндігіңіз бар,
сол адамдар тіркеліп $50 алсаңыздар болады. Ақшаны қалай шығарамыз? Ақша 9 сентябрь аяқталады. Возможно, конкурстың уақыты созылуы мүмкін. Егер созылса, вообще круто. Созылатын болса, біткен кезде кабинеттеріңізге шығады BUSD деген, бұл Binance биржасының монетасы. Сол монетаны біз просто теңгеге айырбастап шығарып аламыз. Енді ол жерде белгілі бір условиялар болуы мүмкін, оны мен қандай болатын, не болатын айта алмаймын. Менде тура сіздер сияқты қатысушымын, менде тура сіздер сияқты бұл мүмкіндікті көріп жатқан адаммын. Просто мен ары қарай қалай адамдарға мүмкіндікті беруге болатындығын білемін. Сол инструментті қолданып, видеолар дайындадым, сол инструментті қолданып мен барлық шагтарды дайындап, сіздерге дайындап бердім. Соны просто көшіріп жасау керек. Рахмет, эфирде 30 адам шықпай отырды. Енді сұраққа жол берсек, кімде қандай сұрақ бар? Енді сұрақ қою үшін сіздер қолдарыңызды көтерсеңіздер, мына жерде поднимать руку деген бар, соны басыңыздар. Егер соны бассаңыздар, сұрақ қоятын болсаңыздар ғана мен сіздерге сөйлеуге мүмкіндік беремін. Так, 555-444 дейді. Мынандай адамның атын бірінші рет көріп отырмын мен. Давайте сұрағыңызды қойсаңыз, бірінші атыңызды айтыңыз. Есіміңіз кім болады? Сұрақ жоқ қой, Ешкімде сұрақ жоқ па? Аманбек Балжан дейді. Разрешить говорить. Давайте. Сұрағыңызды қойыңыз. Қойсаңыз болады сұрағыңызды. Микрофонды басыңыз төмен жақта, соны басып сөйлесеңіз болады. Сұрақ жоқ. Қалай сұрақ жоқ? Түсінмеймін мен. Екі адамда сұрақ болмайды дейді. Бірінші адам бұл барлығын түсінген адам, немесе екінші адам вообще ештеңе түсінбеген адам. Осы екі адамда сұрақ болмайды. Ең жаман сұрақ қойылмаған сұрақ. Давайте сұрақ қоямыз. Неме қылыш керек? Саламатсың ба? Саламатсыз ба? Мен атым Әлімбі. Башында мен ұқпай қалдым, айтып қойшы қандып. Азыр бүткеннен кейін қайсыл жаққа регистрация болуыз, анан қандай болуыз? Мен башында ұқпай қалдым. Сен айтып отқанда бүткенде қосылып қалдым да. Хорошо, жақсы. Давайте қысқаша тағы да этаптарын түсіндіріп өтейін барлықтарыңызға қайтадан. Одан кейін сіз Қырғызстандансыз, мен түсінгенім бойынша. Бішкектен. Жақсы. Давайте бірінші этап. Мен каналыма кіресіздер, телеграм каналыма кіресіздер, бизнес безумец осы каналға кіресіздер. Жоғары қарай көтерсеңіздер, сообщение тұр. Сол жерде стоп деген сообщение бар. Сол жердегі бірінші видеоны көресіздер, сообщениені оқисыздар. Одан кейін соны біткеннен кейін екінші сообщение бар. Сол жерде не істеу керектігін сообщениесі бар, хабарлама бар, соны оқисыздар. Рефералда сілтеме бар, Binance деген биржаға регистрация жасайсыздар. Регистрация жасағаннан кейін верификацияны сіздер ол жерден өтпейсіздер. Просто регистрация жасайсыздар да телефондарыңызға Binance деген биржаның приложениесін жазып аласыздар. iPhone немесе Android білмеймін қай жақтан өздерің жазып аласыздар. Сөйтіп ойлап тапқан логин паролдарыңызбен кіресіздер да сол жерден сразу верификацияны өтесіздер. Ол жерден верификацияны өту үшін удас серверінің алдыңыздың артын, одан кейін өзіңіздің суретіңізді барлығын растайсыздар. Ешқандай қорқатын нәрсе емес. Ол нормальный нәрсе, өйткені просто бұл биржа, бұл банк, криптовалюталық банк, адамдардың, әрбір адамның бұл жерде мошенничество болмас үшін арнайы жасап қойған нәрсе. Соны өтесіздер. Өткеннен кейін болды, сіз $5 иелендіңіз. Ары қарай $250 табыс табамын дейтін болсаңыздар, келесі сообщениеда видео бар. Қалай $250 табамын деген. Яғни сіздер мен жасаған жаңа көрген бүкіл этаптарды аласыздар, көшіріп аласыздар да, сол жердегі рефералды сілтемеңізді өзіңіздің қойып, сол рефералды сілтемені просто адамдарға таратасыздар. Әрбір регистрация жасаған адамнан сізге $5 түседі. Ақшаны біз 9 сентябрь конкурс аяқталғаннан кейін шығарамыз. Оны мен жеке өзім бөлек, именно $250 тапқысы келетін адамдарға жеке чат ашам. Ключевой сөз, мен $250 да көп табыс тапқым келеді дейтін адамдар маған жазады аккаунтқа. Ол адамдарды бөлек алып, мен ол жақта обучение өткізем, криптовалюта сатып алу, сатуды көрсетем.
осы тапқан ақшасын шығаруды көрсетемін, одан кейін бұл ақшамен қалай 1000, 2000, 5000 доллар табу керектігін көрсететін боламын. Рахмат. Әрекет жасап көрейін мен де. Все түсінікті деген ойдамын. Рахмет. Эфир жақсы деңгейде өтті. Эфир сақталды. YouTube-қа салатын боламын. Осы эфирді қайдадан көрсеңіздер болады, каналға бәрін қоятын боламын. Сұрақ жоқ деген ойдамын, иә? Егер кешігіп кірсеңіздер, бүгін сағат 21:00-де тағы да эфир болады, осындай эфир болады. Сол эфирге қатысып тыңдаңыздар. Мен уже ертеңнен бастап рекламаны немесе адамдар ақпарат беру тоқтатамын, өйткені 9 сентябрь бізде аяқталады. Сіздерде бүгін соңғы күн 250 доллардан көп табыс табатын, немесе сондай табыс табатындай мүмкіндіктеріңіз бар. Конкурс аяқталуы мүмкін. Аяқталмайтын болса, мен каналға айтамын, жалғастырамыз, жасай берсеңіздер болады деп, ол ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Сол үшін де бүгінгі күніңізді босқа өткізбеңіз, ақпаратты беріңіз, табыс табыңыз, сізге ешқандай кедергі жоқ. Кедергі сіздің тек қана ойыңыз ғана, өзіңіздің ойыңыз, басыңыздағы тарақаныңыз ғана. Басқа қандай ешқандай кедергі көріп тұрған жоқпын. Ақша даже керек емес. Давайте эфирді аяқтаймыз. Сіздермен болған Төленбай Мейірман. Менің каналыма тіркеліңіздер. YouTube каналға, Telegram каналға, Instagramға бәрін тіркеліп, ақпараттарды алып отырыңыздар. Келесі кездескенше.